Әлемнің ірі және атақты қалаларының қазіргі кейпін қарасаң, бұрыннан осындай болып тұрған ба деп таңғаласың. Бірақ осыдан 10-20 жыл бұрын ғана қала орналасқан жерлер қу дала болып тұрған аймақтар да бар. Ал ендеше қалалардың таңғаларлық өзгерістерін бірге тамашалайық. Орта Шығыстың Манхэттені деп айтуға болатын Дубай қаласы. Мұнда әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж-Халифа орналасқан. Оның биіктігі 828 метрді құрайды. Салыстырғанда ол шамамен Америкадағы бостандық ескерткішінен 9 есе үлкен. Бірақ 50-ші жылдары Дубай балықшылардың қарапайым порты болған. Мемлекет басшысы Эмир портты сауда орталық ретінде пайдалана бастаған. 1960 жылдары бұл жерден мұнай табылады. Ал мұнай ол ақша. Олар сұйық алтынды әлем бойынша тасымалдап, қомақты ақша таба бастаған. 80-ші жылдары Дубай туристердің арасындағы танымал жерге айналады. Бұрынғы сауда-саттық базарлары сауда үйлеріне айналады. Ал құмды дала биік ғимараттарға толады. 2000-ші жылдары Дубайдың басшылары жағалаудан аралдар жасау үшін құмды даланың жерін қаза бастаған. Ал қазір ол жерлерде 10 мыңға жуық адамдар тұрып жатыр. Ал ғимараттардан тұрғын үйлер, отельдер, курорттар орналасқан. Лас-Вегас. Бұл жерді айтқанда көз алдымызға казино, ойын-сауық орталықтары елестейді. Бірақ 19 ғасырда қазіргі мегаполис мормондар тұратын кішкентай ауыл ғана болған. Қалайша бұл жер ойыншылардың орталығына айналды. Барлығы 1910 жылы Невада штатында құмар ойындарға тыйым салынғаннан басталды. Ал ойыншылар заңсыз казиноларда тығылып ойнап жүрді. Бұл қала қылмыскерлерге ыңғайлы жерге айналып, гангстерлер көшіп келе бастайды. Ал 1930 жылы казинолар заңды түрде жұмыс істей бастаған кезде бұл жер қылмыскерлерге толы болды. Бакси Сигел мен Майер Лански сияқты атақты гангстерлер отель ашып та үлгерген болатын. Ал отельдері қазірге дейін жұмыс істеп тұр. Қылмыскерлер жаман ақшаның көмегімен 1940-60 жылдар аралығында көптеген отельдер мен казино салып қаланы көркейткен болатын. Кейіннен бұл жерді жеке кәсіпкерлер қолға алып, Лас-Вегас көңіл көтеру орталығына айналды. Қазіргі кезде мұнда жылына 40 миллион турист келеді. Құмды даланы қалаға айналдырған гангстерлерге рахмет айтып қоюға да болады. Жапонияның ірі қаласы Токио басынан көп қиындықтар өткізген болатын. Ойлап көріңізші, табиғат апатынан сіздің үйіңіз құлайды. Сіз оны жаңадан саласыз, ал бірнеше жылдан соң бомба құлайды. Осының барлығын Токио тұрғындары көздерімен көрген. Мұнда 1923 жылы жер сілкінісі қаланы қиратып, 140 мың адамның өмірін қиған. Қаланы жаңадан тұрғызады, бірақ 22 жылдан соң Құрама Штаттары екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бомба тастап қаланың тас-талқанын шығарған. Мұндайдан кейін қалайша жоғары технологиялы мегаполиске айналуға болады. Негізінде Америка ірі қалалары қираған соң жағдайы төмен болып қалған мемлекет коммунистерге айналып кетуінен қорыққан. Ал Құрама Штаттар үшін коммунистер заңдары қарама-қайшы болды. Өздеріне аяқ астынан жау тауып алмас үшін Жапонияға көмек ретінде 2 миллиард көлемінде қаражат ұсынған. Қазіргі ақшамен 32 миллиард болады. Жапондықтар ол ақшаға Токионың өз басында 10 мыңға жуық ғимараттар, 4 отель және қазірге дейін жұмыс істеп тұрған теміржол жүйесін құрған. Gangnam Style. Кей-поптың танымал Gangnam Style әнін бәріміз естіген шығармыз. Бірақ бұл өлең не туралы екенін білесіз бе? Мұнда Сеулдың байлар тұратын Каннам-gu ауданын мазақ етіп көрсеткен. Бірақ 1900 жылдары бұл жер ауыл болған. 20 ғасырдың басында ауыл жайлап дами бастайды. Ал 1961 жылы Пак Чон Хи оңтүстік Корея президенті болып, кең ауқымды өзгерістер орын алады. Ол индустриализация стратегиясын таңдап, ішкі өндірісті дамытып, импортқа қарап отырмауды ұсынды. Тұрғылықты компанияларға, чебольдарға қаржылай көмек көрсетіп, мемлекет экономикасын дамытты. Осыдан кейін бұл мемлекет ішкі өндірісінен қыруар ақша тауып, импортқа қарап отырмайтын болды. Қазіргі таңда чебольдар оңтүстік Корея экономикасының экспортының 2-3 бөлігіне жауап береді. Сізде бәлкім олардың бірнеше тауарлары бар да шығар. Бірақ та асығыстықтың салдарынан көптеген қайғылы жағдайлар орын алды. 1994 жылы Сонсу Тегео көпірі құлайды. Ал 1995 жылы Сампун универмагы қирау салдарынан жүздеген адам қаза табады. Бұл жағдайларға қарамастан 50 жыл ішінде Сеул танымастай болып өзгеріп, әлемнің сәнді астаналарының бірі болды. Куала-Лумпур, Малайзия. Ал бұл қала қазіргі жағдайға жеткен үшін резинадан жасалған дөңгелектерге рахмет айту керек. Неге деп ойлайсыздар? 1920 жылдары Американың автоөндірісі дамып, резина дөңгелектеріне сұраныс арта бастайды. Бірақ та каучук ағаштары Америкада өспейді, ал бұл ағаш Малайзияда өсетін болған.
Каучукқа сұраныс артудың арқасында бұл тауардың бағасы бірнеше есе өседі. Куала-Лумпур сауданың көмегімен көркейе бастайды. Шетел плантаторлар көшіп келіп өз компанияларын құрады. 1900 жылдар мен 30 жылдар аралығында бұл қаланың тұрғындар саны 4 есеге артқан. Қазіргі таңда Куала-Лумпурда 2000-ға жуық биік ғимарат салынған. Олардың арасындағы ең танымалы Петронас егіздер ғимараты, ал оның биіктігі 450 метрді құрайды. Достар, видеоны соңына дейін көріп бізбен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.